Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып қазақ тілі пәні 52-ші сабақ бастауыш тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Балалар, 5-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді оқы. Киіз үй тарихымыздағы ең алғашқы сәулеттік құрылыс. Көшіп қонуға ыңғайлы. Киіз үйдің жалпы салмағы жиһаздарымен қосқанда 300-400 келіге жуық. Кереге, уық, шаңырақ, сықырлауық киіз үйдің негізгі бөлшектері. Кереге киіз үйдің негізгі қаңқасы болып есептеледі. Ол талдан, қайыңнан жасалады. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап берейік. Ата-бабамыз неліктен киіз үйді пайдаланған? Балалар, себебі киіз үй көшіп қонуға ыңғайлы болған. Сондықтан киіз үйді пайдаланған. Киіз үйдің негізгі бөлшектеріне нелер жатады? Киіз үйдің негізгі бөлшектері кереге, уық, шаңырақ және сықырлауық. Балалар, кереге неден жасалады дейді? Кереге талдан, қайыңнан жасалады. Осылай сұрақтарға жауап береміз. 6-шы тапсырма, сөйлемдерді көшіріп жаз. Киіз үй тігілді. Атам төрге жайғасты. Балалар далада ойнады. Сөйлемдерді дәптерімізге көшіріп жазып аламыз. Сонан соң, қарамен жазылған сөздердің астын сыз, оларға сұрақ қой. Бұл сөздер қимыл иесі болып тұрғанын байқа дейді. Ал енді қарамен берілген сөздердің астын сызайық. Киіз үй, атам және балалар деген сөздердің астын сызамыз. Ал енді осы сөздерге сұрақ қояйық. Киіз үй тігілді. Не тігілді? Киіз үй. Атам төрге жайғасты. Кім төрге жайғасты? Атам. Балалар далада ойнады. Кімдер далада ойнады? Балалар. Яғни, кім және не деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Балалар, тігілді деген бұл іс-әрекетті білдіріп тұр. Демек, іс-әрекеттің иесі екені белгілі. Ал енді ережені жаттап, есімізге сақтаймыз. Қимыл іс-әрекеттің иесін білдіретін сөзді бастауыш дейді. Бастауыш кім, кімдер, не, нелер, кімі, кімің, несі, нең деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, ауылдан әкесі келді. Кімі келді? Әкесі. Бұл іс-әрекеттің иесін білдіріп тұр. Сондықтан бұл бастауыш екен. Бастауыштың астын бір сызықпен сызамыз. 7-ші жаттығуға қарайық. Суретке қара. Сурет бойынша әңгіме құрап жаз. Балалар, суретте құрылыс алаңында жүрген сәулетші мен құрылысшыны көріп тұрмыз. Ал енді осы сурет бойынша мәтін әңгіме құрастырып көрейік. Әкем сәулетші. Ол Астана қаласындағы ең көрікті ғимараттардың сызбасын сызған. Әкем қазіргі уақытта тұрғын үй кешенін салып жатыр. Мен де өскенде сәулетші боламын. Балалар, сендер де осылай әңгіме құрастырсаңдар болады. Жазған сөйлемдеріңнен бастауышты тап дейді. Кім сәулетші? Әкем. Ол Астана қаласындағы ең көрікті ғимараттардың сызбасын салған. Кім салған? Ол. Әкем қазіргі уақытта тұрғын үй кешенін салып жатыр. Кімім? Әкем. Мен де өскенде сәулетші боламын. Кім боламын? Сәулетші. Осылай сұрақ қою арқылы бастауыштарды тауып, астын бір сызықпен сызып қоямыз. 8-ші жаттығу. Мына нақыл сөздерді көркем жаз. Шаңырағың шайқалмасын. Керегең кең, екі босағаң тең болсын. Осы нақыл сөздерді дәптерімізге көркем етіп көшіріп жазамыз. Нақыл сөздердің мағынасын қалай түсінетініңді айт дейді. Балалар, шаңырағың шайқалмасын дегеніміз бұл үйіңде ұрыс керіс болмасын деген мағынада айтылған.
Ал керегең кең, екі босағаң тең болсын дегені ешкімнен кем болма, бай, қуатты, берекелі бол деген мағынада айтылған екен. Келесі, киіз үйге қатысты тағы қандай нақыл сөздерді білесің? Киіз үйге қатысты шаңырағың биік болсын, шаңырақ киелі мүлік деген нақыл сөздер де бар екен. Алғашқы сөйлемді сөйлем мүшесіне талда. Бізде алғашқы сөйлем шаңырағың шайқалмасын. Нең шайқалмасын? Шаңырағың. Шаңырағың не істемесін? Шайқалмасын. Демек, бұл сөйлемде екі сөйлем мүшесі бар екен. Осылай тапсырмаларды орындасақ болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.